күні, ерліктің отын маздатқан осынау күні, тағы бір сұрапыл соғыс жылдарын еске аламыз. Бұл алысқа қарап телмірген аяулы жар, үмітін үкілеген ана, әкесін асыға күткен сәбидің арманын алып келген жеңіс. 1,5 миллион ұлын аттандырып, қуанышы мен қайғысында қатар жылатқан жандардың жеңісі. Өрімдей жасқа қару кезендіріп, кеудесін ордермен безендірген жеңіс. Бұл аталарымыз бен апаларымыздың, ардагерлердің жеңісі. Ертеңге елеңдетіп, еркіндікке қол жеткізген, келешекке кемел сенім білдірген жеңіс. Өткен азапты жолдың ең ауыр кезеңдерін ешкімде ешқашан ұмытпақ емес. Оның ауыр жолы санамызда мәңгі ұялады. Ерлікті, еркін ұрпаққа насихаттаған арды ақсақалдарымыздың саны жылдан жылға азайып келеді. Жылдар бойы сұм соғысқа шыдай білгендерді біз құрметке бөлеуіміз парыз. Өйткені біз ұлы жеңіс ұрпақтарымыз. Ешқандай қиыншылыққа мойымаған аталарымыз толарсақтан қан кешіп жүріп үлкен ерлік көрсетті. Өзімде сондай жаужүрек майдангердің ұрпағымын. Нағашы атам, Ұлы Отан соғысының ардагері Тұралбек Мұхамбетқали Мүрсәлімұлы 1925 жылы Жымпиты ауданы Көздіқара ауылында туған. 1942 жылы 22 желтоқсан айында 17 жасында армияға алынып, 70-ші запастағы атқыштар полкінде соғыс өнерін үйренеді. 1943 жылы Культивановка лагерінен Тоцк лагерінің 11-ші бригадасына 498-ші зенитті артиллериялық полкінде көздеуші болды. Соғысқа Батыс Белоруссия майданының құрамымен Ковель қаласына кіреді. Сондай-ақ ол Польшада және Одер өзеніне өткенде болған қырғын ұрысқа қатысып, ерлігімен көзге түседі. Осы ұрыстағы ерлігі үшін 1944 жылы жауынгерлік еңбегі үшін атты медальмен марапатталды. 1945 жылы Варшаваға азат еткені үшін медальмен марапатталды. 1949 жылы ол әскери борышын өтеп, аман-есен елге оралады. Елге келгеннен бастап түрлі қызметтерді абыроймен атқарды. Атам және әжем екеуі 10 бала тәрбиелеген өнегелі отбасы. 2001 жылы 76 жасына қараған шағында дүниеден озды. Орал өлкесі осындай ержүрек майдангер және соғыс ардагерін мәңгі құрмет тұтып, әрдайым естен шығармауды, кейінгі ұрпақтарға үлгі етуді еш аянбайды. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Бел шешіп қабағын ашпаған, ой жазды күлімдеп қалың ел, әлемді апаттан сақтаған, жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Жеңісім салтанат сән сәулет, өмірім өркендей береді. Жеңісім береке бақ дәулет, осы ғой адамға керегі. Жеңіс туы желбіресін мәңгілік, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Менің есімім Есен Темірдиана, мен СТ-221 топ студентімін. Менің атамның аты Айбасұлы Мырзахмет. Менің атам 1921 жылы дүниеге келген, 1941 жылға дейін тыл қызметін атқарған, 1941 жылы Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан. Менің атамның 2 ұрпағы бар. Мен осы өлең жолдарын атама арнаймын. Жасылмен бояп қойған ба жап-жасыл таудың бөктерін, қырларда мынау ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөпкелі әкелді шуақ барманға. Соғыстың соңғы көктемі көп болды нұрын төккелі, жап-жасыл анау аспанда сәнді көктеді. Жауды жеңген ардагерлеріміздің ерлігін қанша ұлықтасақ та жарасымды. Бұл ретте мен өзімнің атам, соғыс ардагері Мұхамбетқали Мүсілім Мұхамбетқалиұлы туралы айтсам деймін. Менің атам 1922 жылы Гурьев облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған елді мекенде дүниеге келген. Атам Ұлы Отан соғысының ардагері 1941-1944 жылдар аралығында елін, жерін, өз отанын қорғауға қасық-қаны қалғанша ерлік жасағандығы біздер үшін мақтаныш. Атамыз 1941-1944 жылдары генерал Рокоссовский басқарған номер 16 армия құрамында Калининград қаласы маңында шайқасқа қатынасқан.
бірнеше рет отан соғысы медальдарымен марапатталған. Соғыстан кейінгі 30 жылдай Қызылжар орта мектебінде ұстаздық қызмет атқарған. Алдынан көптеген шәкірт тәрбиелеген. Еңбек ардагері, жоғары және ғылым оқу орындарының лайықты мадақтаулар иегері. Қаһарман Омарғалиев Хамзабек, мың құбылып тұрса дағы бармаңы, адамзатты алға бастар арзаңы. Мөр оғындай момышшылы бауыржан, туа біткен туралықтың тарланы. Әрбір сөзі жас ұрпаққа тағылым, ойға жиған ақылы мен сабырын. Өмір бойы шындық үшін күресіп, жалғандықтың тіліп түскен тамырын. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа. Ұрпағына үлгі болған ғұмырын, ұқсатамын жарқылдаған қылышқа.